живой? Алматыға аға. Отыр. Рахмет аға, сол болды. Ей, көке, сен қайдан жүрсің мұнда? Мен сенен сұрап тұрмын. Жердің астынан шыққан кереңгіл ұқсап қайдан шыққың сені? Ей, жасаған немене? Қаласаң келесің, қаласаң кетесің. Бірақ атын өтіп бармайлы міне. Неге тұрмыз, жұмыстаймыз бәріміз? Айтан ауыңа, жоғалтсың көзімі жерден. Арлан? Ареке, шалға мән бермей-ақ қой. Саған ренжіп тұрғанымен сен дегенде көңіл бөлек екенін білесің ғой. Екеуіңе бұрынғыдай асықпай отырып сөйлесу керек сияқты. Иә, білем. Ареке, білесің ғой сен баласындай жақсы көретін сені. Жай сөйлесу керек тек. Қазір емес, уақыт келер әлі. Жұмыс бар ма, Ареке? Жұмыс дейсің бе? Бір жұмыс болу керек негізі. Бізге залға бір кәсіпкер азамат келетін. Мынаны ал да менен деп айт. Қабылдайды. Рахмет. Оқасы жоқ. Абайлап жүрші.
Көңіл басылды ма, бағың ашылды ма, қайран аялы өмір ай, ойран болған көңіл ай. Ғашық болама осылай, Қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Күн сәулесінің нұрына сәлем бере оянып, дәл қазір біздің толқында тұрған баршаңызға сәлем. Әр күнің сізге жаңа мүмкіндікпен қатар қайталанбас сәттер сыйлайтынына күмәніңіз жоқ. Дәл бүгін сіз өміріңіздің жаңа парақшасын ашып, өзгелерге басқаша көзқараспен қарап, адам баласына қайта сеніп, жүрегіңізге қайта үңілетін күн. Ал адам ағзасының басты органы, яғни сіздің жүрегіңіз, сүйетін және сенетін сыңарын өзі-ақ таңдайды. Сіздің өміріңіз өзгерістерді аңсап, немесе сол өзгерістер шаршатқан сәттерде еш мұңаймаңыз. Жаныңыз қиналған кезде сізден бетер қиналып жүрген адамдардың бар екендігін алып, осы күніңізге шүкір деуді ұмытпаңыз. Сондықтан да үнемі күлімсіреп жүруді әдетке айналдырғаныңыз жөн. Алло, саламатсыз ба? Абонент Алло. временно недоступен. Пожалуйста, позвоните по телефону. Алло, Алло, да-да. саламатсыз ба? Аға, мен жұмыс бабымен хабарласып. Тағы да кездестік. Еркін Қалың Асқарұлы. қалай? Жақсы, рахмет. Сіздей сұлудың, қолын сүйудің өзі бір бақыт. Сыпайылығыңызға рахмет. Сіздей жұмыскерді үнемі жаныма жақын ұстауды жөн көрдім. Кім біледі, мүмкін кеткіңіз келер. О, не дегеніңіз? Өте жақсы. Олай ойламаңыз. Аннелі. Нақұрыс.
кетті. Ештеңе етпейді. Не болды? Анеля, тыңдашы. Сен білесің ғой, менің қолымнан келмейтін нәрсе жоқ. Көп нәрсені өзгертем. Сен үшін жұмыс қымбат қой. Ойлан, әлі де уақытың бар. Жабық көне жүр. Сен іздемеген жерім жоқ. Барлық жерді іздеп шықты. Анеля? Анеля? Бәрі дұрыс па? Бір нәрсе болды ма? Анеля? Не болған саған? А? Жоқ, бәрі жақсы. Анеля, қазір мына 2 билетті ал. Маған ренжімеш, бара алмаймын. Бірақ келесі жолы міндетті түрде барам. Жарайды. Мен тамақтанып алайын, асхана жабылмай тұрғанда. Жақсы. Рахмет. Саламатсыз ба? Бутерброд бар ма? Кішкентай сумен. Рахмет. Міне, ала ғой. Ұялма. Ерін терісің күшті жұмсартады. Жағып көрші, саған жарасатын сияқты. Алсаншы енді қолымды алып кетті. Саған ағым ба әлде қызыл ба? Назым, кешіріңіз. Помадамды қайтарасыз ба? Енді сіз өзіңіз бердіңіз ғой ма? Мен сізді Назым деп қалдым.
помадасын қайтарып бер, әлде сен андайсың ба, а? Назым, қойшы. Адам тамақтанып отыр. Мен онсыз да бұл кісіні ыңғайсыз жағдайға қалдырдым. Я, сонымен менің орнымда ыңғайлы отырсың ба? Бос емес деген жазу көріп тұрған жоқ. Қалжындасып қояды ғой өзінше. Не мақсатпен отырғанды біліп тұрмын. Маған не қарайсың? Тез жеп алды, өз жолмен кет. Менің құрбымды кешіріңіз. Ол өте мейірімді. Бірақ тоқ болған кезде ғана. Көрініп тұр. Назым. Аузым құрғап кетті ғой. Дүкенге жете алмай тамағым жабысып өлгенді қалайсың ба? Біз сізге басқасын сатып алып беремін. Қызық екен, танымайтын адамның қолынан суын жуып алған. Онда таныс болайық. Менің есімім Назыма. Арлан. Жібермей тұра тұр мынаны. Мен қазір келемін. Жарай ма? Жарай. Мені қалай ұстап отырмақшысыз? Кино әлде музыка жайлы сөйлесек қалай қарайсыз? Алдымен танысып алсақ. Анеля. Арлан. Қолыңыз қатты екен. Немен шұғылданасыз? Егер менің алақаным сіздікі сияқты жұмсақ болса не дер едіңіз? Білмедім. Түсінікті. Анеляны таңдаймын. Ал біз кеттік. Жүр, Анель, кеш батты, қайтайық. Назым, солай адам қорқытуға бола ма? Ол дұрыс емес. Арлан жақсы адам сияқты, сүйкімді шығар. Ой, онша емес маған. Одан да сүйкімді жігіттер. Ғашық болған. Я не верю своим глазам. Какой прикольный прикид у тебя, слушай. Хреново выглядишь, слушай. Не узнать тебе короля ринга. Я в шоке, то, что ты меня не сдал. Да, а ты не забыл вот это наше? Я завязался. Получается, я твой должник. Ну ладно, чемпион, за нами не заржавеет. Ты знаешь, поехали, братишка. Странный Орланчик. Давай, давай! Давай! Чамоскотоста! Лысого мочи, братишка! Мочи! Деньги надо ставить! Анеля? Қазір. Не болды? Уайымдамаңыз. Арлан, сіз бісіз? Қазір бәрін жинап беремін. Болмаса басқасын сатып алармыз. Мұнда не істеп жүрсіз? Ештеңе. Мен бәрібір апельсиндер ұнатпай. Мен мұнда жұмыс бабымен келіп едім. Жолда сіз отыр екенсіз. Жұмыспен деймісіз? Ал мен жақында жұмыссыз қалам. Анеля, жыламаңызшы. Бекер уайымдайсыз. Бекер емес. Айтқанын орындамасам, жұмыссыз қалатынымды анық айтты. Жақсы қызметкер екеніне күмәнім жоқ. Ал бұл заманда талапқа сай қызметкер табу өте қиын. Өте қиын дейсіз бе? Басшылармен тіл табыса алмай қалу деген арыз жазумен тең ғой.
башкаларда маңгы болуп турат. Сиздин маселеңиз тез шешилетін сияқты. Ал көз жасыңызды сүртіңіз. Қыздардың көз жасынан мен қорқамын. Ал қазір. Сол үшін де мен жұбатып тұр екенсіз ғой. Үнемі осылай адамдарға шындықты айтсаң да, кінәлі болып қаласың. Мүмкін сіздің айтқаныңыз дұрыс шығар. Жүріңіз, анайлар. Мен сізді үйгеден шығарып салайын. Айтпақшы, 28-ші қайда? Ол менің үйімнің жанында. Көрсетіп жіберейін. Жүріңіз. Рахмет. Баратын жеріміз әлі алыс па? Бұрылған жерде жүріңіз. Рахмет саған. Рахмет сізге. Бүгін мені құтқарып қалдыңыз. Оқас жоқ. Дәмнен ауыз тиіңіз. Рахмет. Бүгін бір қызық күн болды. Сағат неше болды? Сағат мына жақта. 7:30. Сіз асығып тұрған жоқсыз ба? Жоқ. Жұмыс уақытым бітті. Оның үстінде киімдерімді кеуіп үлгерген жоқ. Онда мен сериал көресіз бе? Дәл қазір басталады. Менің сүйікті сериалым. Жарайды. Шынымды айтсам, теледидар көрмегені көп болыпты. Мен сериал көргенде актерлардың даусынан түрін елестетіп отырамын. Жалпы адамды жазбай танимын. Сіз ше? Ол жайында мүлдем ойланбаппын. Мысалы, қыз қандай киім киген? Қайсысы? Олар көп қой. Басты рөлдегі. Міне, мына қыз. Көйлек, ақ, мойны ашық көйлек. Ал аяқ киім ше? Аяқ киім дейсіз бе? Қызыл туфли. Yes. Көктем мен балғын шөптің есі. Бұл мезгілде табиғат қана емес, адамның жан дүниесі жаңарады. Мен көктемнің иісін жақсы көрем. Ал сіз ше? Жақсы көресіз бе? Мен де. Өте жақсы болды. Рахмет саған. Саған да рахмет. Ал жақсы, мен кеттім. Қазір тоқтай тұршы. Арлан, мына 2 билетті алғысым деп қабылдашы. Сүйіктіңді жақсы концертке алып барарсың. Менің сүйіктім де жоқ.
достарым да жоқ. Мүмкін бірге барармыз. Жарайды, келістік. Келістік. Жақсы, сау болыңыз. Сау бол. Амансыз ба? Кіммен бірге баратыныңды айтқың келмей ме? Жігітпен баратының анық. Мынау жарысты. Әзірше көздеп кетпесін деп, ештеңе айта алмайым. Ырымшылын қарап қой. Құрбымның көзі де тілі де тасқа. Ертең бар шындықты айтып берем. Сен оған ренжіме. Керек емес. Бір нәрсе керек болғанда ғана назымын. Ал құпиясымен бөлісу деген жоқ. Менің жүрегім сондай нәзік. Сондықтан да өтірік еркелетпей ақ қойшы. Менің жүрегім өзім сияқты үлкен. Көйлегіңді күйдірмей тұрғанда шоколад алып бер маған. Жақсы жарасқан сияқты. Анайла, сенің осы кешті керемет өткізуіңді қалаймын. Рахмет. Сен болмасаң не істер едің? Күйеу жігіт пайда болған ба? Жоқ, жай досым. Есімі Арлан. Есімі әдемі екен. Рахмет. Міне көзіңнің тұсында бояп болып қалдық. Енді ерніңді бояйық. Менің періштем дайын. Саламатсыз ба? Анелі осында ма? Иә, осында. Отырыңыз. Рахмет. Шай ішесіз бе? Жоқ, шай ішпеймін, рахмет. Туған ай, тайт оралған түн қарай, жұлдыз сөніп барады, тілегімді тыңдамай, барасың бірде сен алыста, туған ай қиылады саған ұқсап, сезімнің саған деген соңғы демін, кеудемде тұншықсам да қалам ұстап, барасың бірде сен алыста, туған ай қиылады саған ұқсап, сезімнің саған деген соңғы демін, кеудемде тұншықсам да қалам ұстап. Күрсініп жылап, өтуді өмір тұнжарап, күннен күнге елесің,
Кейде адамдар барын бағалай алмайды. Егер мен қайта көре алсам, айналама шексіз қарай беруші едім. Аяқ жоқ адамдар жүгіруді армандайды. Тілден айырылғандар өз даусының жаңғырығын естігісі келеді. Саған қарап тамсанамын, Анеля. Сен өте ақылдысың. Ақыл мен сана адам баласына ғана тән қасиет. Бірақ бәрінде жүрек бір. Бірақ жүрек. Иә. Ауырады ғой. Арлан, сіздің салмақты алақандарыңыз әлі есімде. Айтыңызшы, спортты неге тастап кеттіңіз? Саған сенің жауап бергің келмейтін сұрақтарды қоймап едім. Осы кеш үшін рахмет. Анеля, мен сізді шығарып салайын. Жоқ, әуре болма. Кім бұл? Арлан, сіз бісіз? Арлан деймісің? Кім ол? Арлан. Еркін Асқарұлы, мұнда не істеп жүрсіз? Сөйлесуге келдім. Есіңде болса, арамызда бір шешілмеген әңгіме бар. Мүмкін сіз үшін әлі шешілмеген шығар. Ал менің жауабым сіз білесіз. Анеля, неден бас тартып тұрсың? Кетіңіз, әйтпесе мен. Көріп тұрсың, Анеля, өлем аяғыңа тұрар. Боламашы, мен сенсіз Өтінем. Анеля. Кетіңіз. Анеля жаным, өтінем, тыңдашы мені. Су берші. Жалынам. Анеля. Рахмет. Анеля, сен мейірімді жансың, тыңдашы. Жарайды, тыңдайын. Бірақ бұл жерден кететін болыңыз. Анеля, тыңдашы. Мен сені бұрыннан білем. Ата-анаңмен болған жағдайды... Ата-анам даусыңызға да алмаңыз. Түсіндім. Анеля, тыңдашы. 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 Анеля, tыңдашы. Анеля, tыңдаşı. Anneля, tыңdaşı. Anneля, tыңdaşı. Anneля, tыңdaşı. Anne
Ал енді тыңда. Атаның өмірден өткенде мен саған бас көз болдым. Жұмысқа далдым. Енді соның бәріне жауап бар ма? Менен мүмкін емес нәрсені талап етіп отырсыз. Үйіңізге қайтыңызшы. Өтінем. Анеля. Менің жағдайым бар адам. Мен не қаласам бәрі бар. Тіпті не қалайсың, бәрін тауып берем. Мына түріңді көргім келмейді. Жаным ашиды саған. Сіз массыз. Үйіңізге қайтыңызшы, өтінем. Бала шағаңыз күтіп отырған шығар. Өтінем. Бағаламайды екенсің. Өлердей ғашық болып тұрған адамның сенің бар жағдайыңды жасап беретінін оқпайсың ба? Анелечке жаным. Мен сен жанымдай жақсы көрем. Кетіңізші, менің көрмейтінімді пайдаланбаңыз. Жоқ. Сен тыңдаш, мен сені ханшайымдай қолымда аялап ұстайтын болам. Сен менің ханшайымым боласың. Тек өтініш, мендік болшы. Мендік қана болшы, өтінем сен. Мен сені аялап өтем. Тоқташы, сен қараш тыңдашы. Мен деген барлық жағдайды жасайым саған. Келші. Тек мендік бол. Мендік бол. Сен кешір. Кетіңіз. Көмектестіңдер. Кетіңізші, беріңіз мені. Көрмейтінімді пайдаланбаңызшы мені. Келші. Арлан, тиіспе оған. Кімсің сен? Тиіспе оған. Жібер. Тындыра. Тиіспе оған. Тоқтат. Сындырдың. Сұмырай. Көрерсің әлі. Қайдан пайда болған немесің? Сен не істеп қойдың? Ол менің бастығым ғой. Ол бастық емес. Ол нағыз хайуан. Тұр, Анеля, бәрі дұрыс болады. Жоқ, дұрыс болмайды. Енді ештеңе дұрыс болмайды. Ұқтың ба? Енді мені кім асырайды? Кім асырайды, айтшы. Мен асырайым сені. Мен қорғайым сені. Өзім. Мені қорғайтындай өзіңді кімін деп жүрсің? Кет! Басеке, есті құлыптадым, бәрін жібердім. Мынаны ауыстыру керек екен. Ескір қапты. Жаңасын алу керек. Арланға бір мүмкіндік беру керек сияқты. Қанша дегенмен, әне, өзі де келді. Мен үшін тыңдаңыз, айқайламай, жай ғана. Рысқұл мектебіне ертең балалар келеді дей ма? Басеке, теледидар түсіреді дей ма ол жарыста? Не айтсаң да, мен сенің бірде сөзіңе сенейін отқан жоқпын. Басеке, бір мүмкіндік беріңізші, тыңдап көректі. Мен саған барымды бердім. Өзімнің ұлымдай тәрбиеледім.
Ал сен болсаң мені адам құрлы көрмей. Мені тастап. Бар қолыңнан келген осы ма? Айтшы. Мен болмасам сен күшік сияқты далада тентіреп қалмайдың мені? Жүруші едің, көрінгенің есігінің алдында, бұрал қит құсап. Ей, менің көңімді қалдыратындай. Мен саған не жамандық істедім ма? Соншама маған бір хабарласпайтындай. Осы 4 жыл ішінде маған хабар жіберуге болмады ма? Жоқ әлде бір хат жазуға. Әлде анау Ильясың оңбаған. Қорғау үшін. Кешіріңіз. Арла бар кел. Шауып кел. Шаршадың ба айтшы? Біреу сөз айтқысаңшы енді. Шапшы аузың. Сен білесің бе? Мен сені қанша іздеген. Тіпті өлді деп ойладым. Мен түрмеде болдым. Түрмеде? Мен кедейліктен шаршап жүргенімде бір жігіттермен танысып, оларға жұмыс істей бастадым. Әдеттегідей біреуді қорқытуға барған болатынбыз. Смотри, как, потянешь? Свой правый покажи ему, правый. Барыгу уберешь, меньше наркоманов будет. Орланчик убьешь, прекращай. Это наш клиент. За него деньги сейчас нам будут давать. Ну, поехали, Орланчик. Жми газу, побольше жми. Содан біз ойлағандай болмайды. Вроде нормальный мужик, но барыга. Слушай, он живой? Дай куртку подоскать. Деньги получим. Получим деньги, говорю. Нормально будет, нормально. Не переживай. Давай на мост заезжай. На мост, брату. Осторожно, брат. Давай, давай, топи, топи, брат, топи. Иди проверь. Живой, оу! Ладно, спи! Бұл былыққа ешкімді араластырғым келмеді. Сіздің атыңызға кір келтірмейін деп ештеңе айтпадым. Кешіріңізші мені. Аннеля, саған не болған жаным? Өзіңе ұқсамай жүрсің ғой? Бірдеңе болды ма? Ештеңе, бәрі жақсы. Жұмыстағылар аман ба? Бірақ бар ғой, сені бәрі сұрап жүр. Не дерімді білмедім. Ауырып жүр дей салдым. Ештеңе етпейді, жазылған соң келеді деп айттым. Сенің жоқтығың білінеді.
Жақшы. Бізде жаңа бастық келді. Симпатичный, ва. Көңіл күйін көтерші. Шай? Тез оралшы жұмысқа. Сағынып жүрміз. Бауырым, тоқтай тұршы. Жаппай тұршы. Екі балмұздақ бере салшы өтініш. Болған, жасын салшы. Болған. Рахмет саған. Иә, жұмыстан кетіп бара жатыр. Қазір барамын. Кешіріңіз қарындас. Қасыңызға отыруға бола ма? Арлан, Сізге құлпынаймен бе, әлде шоколадпен бе? құлпынай мен. Кеш батты, ал сен жалғыз жүрсің. Осы жолмен жүретініңізді айтып едіңіз. Сізді күтіп отырмын. Мен сенің кешірім... Қуаныштымын. Мен саған уәде бергенмін. Ешқашан жалғыз қалдырмаймын деп. Мен саған сенем. Есіңде болсын. Осы демалыста бір жаққа барайықшы, Мен келсем. Шаршаған жоқсың ба? Отыршы кел. Осы жерге келсем, балалық шағым есіме түседі. Сонда сіз ата-анаңызды көрмегенсіз бе? Ата-анамның орын бапкерін басты. Оның да көңілін қалдырдым. Арлан, уайымдама. Концерттен кейін сені ренжіткен есіңде ме? Сол кезде сен дұрыс айттың. Жүрегіңнің түбіндегі ауыр жүктен арылсаң ғана бақытты бола аласың деп. Сол күні саған емес, өзіме ашулы болғанмын. Сен қасыңда болсам,
өзімді жеңіл сезінемін. Ең бастысы қазір жүрегіңіз тыныш болар деп сенемін. Өткенді өзгерте алмаспыз. Шынымды айтсам, саған ұқсам келеді, Анеля. Неге? Сен ақылдысың, көріктісің. Ал сіз өте мейірімдісіз. Айтпақшы Арлан, менің сізге беретін әдемі сыйлығым бар. Бөлінген жүрек. Бұл жамаларым ғой. Бұл жүрек екеуміз екі жаққа бөлінсек қана жарты болады, ал бірге болсақ бүтін болады. Сенікі дұрыс шығар. Сыйладың сен таңдарымның жарқынын, сыйладың сен арманымның жарқылын, сыйладың сен сыйладың пәк сезім мөлдіреген тұнығындай тамшыны. Балқадым, бойымды баурап жаулаған аялы жүрек жан сарың. Алтыным, менің алтыным, аққуым болып қалқыдың. Табысып сүйген сыңарым, сүйкімді менің алтыным, алтыным. Бақытымның баяны, сенен таптым, шаттығымның бояуын, сенен таптым аңсаған арманымның. Сәлем, Анеля. Арлан? Иә, мен. Жүр. Табалдырықты алып тастапсың ба? Иә, алып тастадым. Бойымды баурап жаулаған аялы жүрек жан сарың. Алтыным, аққуым
Рахмет. Balqadım, boyumdu bağırap жаулаған аял жүрек жан сырың. Алтыным, менің алтыным, аққуым болып қалқыдай табысып сүйгенсің арым. Сүйкімді менің алтыным, алтыным. Жаным, уайымдамашы. Қатты қобалжып тұрғаным көрініп тұр. Бүгін сенің өміріндегі ерекше күн болмақшы. Арманың орындалатын сәт келді. Басшымызда, мен де бәріміз саған сенеміз. Рахмет, жаным. Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздермен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Осы апта сіздер үшін көптеген жаңалықтарға толы болды деп ойлаймын. Біріңіз жаңа бастамалар бастап жатсаңыздар, енді біріңіз барлық өкпе реніштің бәрін ұмытып, сүйіктіңізбен қайта қауышудасыз. Шындығында өмір деген керемет. Әрбір қызықты сәттеріміз қайтып келмейді. Сондықтан уақытты барынша бағалай білейік. Ендеше бүгінгі тікелей эфиріміз сіздер үшін ашық. Көңілдеріңізді мазалап жүрген сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Міне, студиямызға алғашқы қоңырау да келіп түсті. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Ұлан. Жасым 10-да. Мен сіздермен басыма өткен қайғымен бөліскім келеді. Мен жақында ғана туған ағамды жоғалттым. Біздің үй өртеніп, ол мені құтқарып алып өзі. Кейде маған осының бәрі түс сияқты көрінеді. Уайымға салына берме. Келер күнге сеніммен қара. Үмітіңді үзбе. Өмірдің бізді қуантарлық сәттері әлі алда. Өмір бізге берілген баға жетпес сый. Міне, тек осы сөздер ғана маған ештеңеге қарамай өмірді жалғастыруыма мүмкіндік берді, жігерлендірді. Тек осылай ғана басымдағы ауыр қайғыны жеңілдеткендей болдым. Осындай қайғы қасірет. Бірақ мен үшін дүниенің сәулесі сөнген жоқ. Себебі жақсы адамдардың жылылығы, мейірімділігі мені баурап алды. Мен саған басымнан өткен оқиғаны баяндап берейін. 5 жыл бұрын біз анам екеуміз қонақтан жайырақ шығып келе жатқан едік. Мен рөлде болатын. Жолдың үсті бос болатын. Кенет аяқ асты. Бір фургон шыға келіп, мені бір шетке тықсырып өте шықты. Сол кезде күтпеген жерден ішінен бір адам құлап түсті. Құлаған адамды басып кетпейін деп көлікті шетке бұрдым. Шошынғаным сонша.
ары қарай өлкеге бола алмадым. Шамам жетпеді. Сол сәтте бізді жолдан лақтырып жіберді. Нельзя оставлять Орланчик. Есімді шығанымда Поехали! Ну что ты переживаешь, они живые? тас қараңғы болды. Ештеңе көрмедім. Көлікте әрең дегенде сүйретіліп шықтым. Мама, көмектесіңдер. Кім бар? Көмектесіңдерші. Мама. Анам көлікте қалды. Анеля. Ее скорая забрала. Үшінші қабатқа қалай көтерілем? Прямо и направо. Бәрі дұрыс. Үйге қайтайықшы. Жай ғана құлап қалдым. Ештеңе етпейді. Қазір келем. Жарай ма? Жарайды. Отаны кешіктірмеу керек. Донор табылып тұр. Бірақ оған ақша қажет. Ол тез арада керек. Сонда қанша керек?
10 миллион теңге. Қанша? Оны көп кешіктіруімізге болмайды. Ота жасауымыз керек. Донор уақыты шектеулі. Отаны қашан жасату керек? 2 күн ішінде. Одан кешіксек, донордан айырылып қалуымыз мүмкін. Сізде уақыт бар. 2 күннің ішінде бір жауабын айтарсыз. Қалай болдың, жаным? Жақсы. Барлық аурулар жоқ болды. Сен бүгін жұмысқа бармайтын бедің? Неге барам? Сенің қасыңда болғым келеді. Бүгін түсімде тау, көл, өзен көрдім. Расында керемет түс екен. Саған ота жасау керек. Мен жұмыс істеп көп ақша таба алмаймын. 10 миллион ақша деген маған бізге көмек керек. Сен уайымдама. Ақшаны өзім табам. Ассалаумағалейкум, әке. Ереке, қалайсыз? Балам, тұршы мына жерге. Ары бері жүре бермеш, бір шешім табармыз қазір. Сен енді, балам, аналарға қосылып, тағы да нәрсе көріп жүрмеш. Менің де біраз азынаулап жинаған ақшам бар. Жігіттер бар, сұрап көрейік. Арлан, 10 миллион теңге дейсің бе? Аз ақша емес қой ол. Білесің бе сен? Нәрсе табармыз. Білем, Ереке. Сол үшін сіздерге келіп тұрмын ғой. Балам, өзім табам. Жақсы, әке. Мен білем кім. Тоқташ, балам. Балам! Арлан! Хороший прикид у тебя, девочка. Тебе случайно продюсер не нужен, а? У меня есть один знакомый. Он продюсирует певцов. О! Слушай, мужик, ты на одного моего знакомого похож. Боксером он был. Ты случайно ему не брат, а? Хватит шутить. Мне деньги нужны. Правильно говоришь. Деньги нужны всем. У меня есть одна вакансия. Танцовщица у меня заболела. Ты танцевать-то хоть умеешь, а? Шучу, шучу. Что ты на меня так смотришь, как будто я тебе должен? Ты не должен. Ты понял? Главное, не паникуй. Понял я тебя. Я тебя наберу. Алло. Алло. Жду звонка. Нормально, я понял. Алло. Слушай, вот этот появился наш боксерчик. Погоду у меня здесь строят. Деньги, говорит, нужны. Да. А кто там у тебя продюсер, баян, да? Аға, сіз сүйіктіңіздің бас әрпін білгіңіз келмей ме, а? Менің сүйіктім қасымда. Атым білем. Әке, сіз болашақ жарыңыздың бас әрпін білгіңіз келмей ме? Біз айтып береміз. Арлан, өтінем көрейікші. Ал айтыңыздар. Енді мен. Айтшы, қандай әріп? Әріп. Ал менде ше. Өтінем, тезірек айтшы. Айтпай. Неге? Басқарып түсіп ренжіп қалдың ба? Жоқ. Айтшы енді. Жақында көзің көреді. Сол кезде көресің. Жарай ма? Жарайды. Сендерге неше? 500 теңге мен 500 теңге қоссаңыз мың. Рахмет. Мен бақыттымын. Иә.
Я нашел жертву, которую вы просили. Да. Ты уверен? Конечно. Я тем более его хорошо знаю. Не переживайте. Эй, ты! Он должен проиграть. На кону Конечно. большие деньги. 100%, 100%! Уладим я дело. Короче, у меня нет времени, я побежал как бы. Ну, давайте, ладно. Давай, сестра. Как поживаешь, чемпион? Красавчик. Хорошо, что вернулся. Братан, 20 тебе за то, что ты меня не сдал. 20, как мы договаривались. Надо отработать. Давай. Кетіп па. Не айтқың кеп тұр, айтшы маған. Көзімді ашқанда сізді көргім келеді. Сен уайымдама, мен әрқашан сенің қасыңда болам. Қорықпа, көзіңді ашқан кезде көретін адамың мен болам. Сіз жанымда, маған қорқынышты емес. Жаным, мені көрген кезде расында қорқып кетем деп ойламайсың ба? Қорықпаймын.
Давайте-ка, ребята, тормозите. Нормально все, разберемся здесь, подожди. Сақталған уақыты жақсы екен. Кешіріңіз. Болды. Дұрыс па? Уайымдамаңыз. Жақсы. Жаңағы көрсеткеніңізді алатын болдым. Анеля, көзіңізді ашу керек. Арлан келді ме? Арлан әлі келмеді. Мен оны күтем. Сіз түсініңіз. Көзіңізді қазір ашпайтын болсақ, бұл отаның нәтижесін біле алмаймыз. Кешіріңіз әрине. Бүгін ашпайтын болсақ, онда басқа дәрігер іздеңіз. Анайла, қымбаттым. Бұл хатты оқып отырсаң, онда көзіңе жасаған отау жақсы өтіп, сенің басты арманың орындалды деп білемін. Осы бақытты өзіңмен бөлісе алмағаным, саған ештеңе түсіндіре алмай кетіп қалғаным үшін сенен кешірім сұраймын. Шындықты айтуға саған батылым жетпеді. Сенің анаңмен жолға құлаған жігіттің өліміне мен кінәлімін. Сені 5 жыл бойы қара түнекке қалдырып, тартқан азаптарыңның бәріне мен ғана кінәлімін. Көктөбедегі қыз, кішкентай қыздар есінде ме? Шынымен де өтірік айтпайды екен. Сол күні екеумізде де айырып шыққан. Мен сол күні ақ білгенмін, тағдырымның сыйы өзің екенін. Кешір мені, Арлан. Алло, Анеля, сәлем. Қалың қалай? Кешкісін Алматыда болам, маған хабарласшы. Анеля, мен қаладамын. Сен қайдасың? Неге жауап бермейсің? Анель. Анель? Сен үйдесің ба? Анель? Ауырып қалдың ба не? Анель, не болды саған? Анель, қайтадан қара түнекке батқың келіп тұр ма? Сен жарық көрмеген кезде сенің өмірің болды, өзінің орның болды.
Жұмысың. Ал қазір қорқыныш пайда болды ма? Есік жауып алыпсың. Жарықты өшіріп. Жоқ. Анель, олай болмайды. Біздің өміріміз жалғасып жатыр. Осы күнімізге де шүкіршілік етейік. Жоным. Мінекей алыңыз. Келіп тұрыңыз, жақсы. Сау болыңыз. Алло. Сәлем. Мен сыйлығын дайындап қойдым. Алып кет. Мына сыйлықты Назымға тапсыр. Ол қаз келу керек. Анель ханым, бүгін ерекше әдем болып тұрсыз. Қойса Шайдар. Сәлеметсіз бе, мен қабылдауға келдім. Сәлеметсіз бе. Аты жөніңіз? Маған кету керек. Маған кету керек. Маған кету керек. Арпы. Ал менде ше. Өтінем, тезірек айтшы. Айтпайым. Неге? Басқарып түсіп ренжіп қалдың ба? Жоқ. Айтшы енді. Жақында көзің көреді. Сол кезде көресің. Сен көрдің бе? Ешкім кірмеген сияқты, мен осында жүрмін ғой. Байқаған жоқпын. Осы жерге келсем, балалық шағым есіме түседі. Мен саған уәде бергенмін. Ешқашан жалғыз қалдырмаймын деп. Концерттен кейін сен ренжіп келмесін деме. Сол кезде сен дұрыс айттың.
жүрегіңнің түбіндегі ауыр жүктен арылсаң ғана бақытты бола аласың деп.